Тарихта қанмен жазылған кезеңдер болады. Сол кезде әділет үнсіз қалады, ал зорлық сөйлеуге кіріседі. Бұл бейбіт елдің басына төнген қасірет. Бұл қарапайым халықтың көз жасы. Бұл бір адамның қатыгездігі, тұтас елге сор болған заман. Рүстем жай ғана батыр емес. Ол әділет үшін атқа қонған ер. Оның артында қырғын, алдында қан мен көз жасы. Аналардың зарын кім естиді? Жетім қалған балалардың көз жасын кім сүртеді? Қанша тағдыр тапталды, қанша үміт үзілді. Зұлымдық мәңгі емес, қанмен орнаған билік қасіретпен құлайды. Рүстем қырғыны халық тағдыры туралы поэма, әділет пен адамгершілік үшін жазылған шығарма. Оқы, ойлан, ұмытпа.